Hello dear students, how is it going? Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып Pupil's Book кітабындағы 91-ші беттегі checkpoint, яғни өзіңді тексер жаттығуларын бірге орындайтын боламыз. Exercise number 1. Look, read and the number. Бірінші жаттығу қара, оқы және сандарды орнына қой деген. Яғни оқушылар, бізде бұл тарауда өткен сөздер мысалға 0-де, 0-да тұр, я? Ол A суретінде тұр. Visit ол бару деген. Бірінші cave деген ол бізде не нәрсе еді? Есімізге түсірейік. Ол бізде үңгір, яғни ол D суретінде тұр. Екінші dive ол бізде сүңгуір, B суретінде. Үшінші footprint, аяқ іздері, іздер. Ол бізде E суретінде. Төртінші discover, ашу, бір жаңалық ашу, бір нәрсені табу деген. Ол бізде G суретінде. Келесі бесінші rock ол бізде тас, F суретінде. Scream соңғы айқалау бізде C суретінде тұр. Келесі тапсырма оқушылар exercise number 2 read and underline. Екінші жаттығу оқы және астынсыз деген. Яғни қарамен берілген екі сөздің бізде біреуі дұрыс, яғни сөйлемге сәйкес келетін, сол сөздің астын сызып жазуымыз қажет. Ендеше оқушылар бірінші сөйлемнен бастайық. Былай деп тұр. I think she немесе her жазуымыз қажет. Was a famous explorer дейді. Яғни мен ойлаймын, яғни менің ойымша ол деп тұр. Яғни танымал зерттеуші дейді. Бұл жерде оқушылар she дегенді жазамыз, яғни she деген ол бізде ол деген. Ал her болса оны деп кетеді, яғни сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетеді. Сондықтан да біз she'ді жазамыз. Келесі екінші сөйлем. Marco Polo traveled to China with he немесе his father and uncle. Марко Поло Қытайға өзінің әкесімен және көкесімен бірге барды дейді. Яғни бұл жерде he-ді емес, his-ді таңдаймыз. Яғни оның, ол кіммен барғанын айтып тұр. Ол деген бізде he болады. Ал оның, яғни әкесімен және көкесімен барғанын айтып тұрғандықтан his-ді таңдаймыз. Келесі үшінші сөйлем. The teacher took they немесе them to the Байқоңыр космодром. Мұғалім оларды Байқоңыр ғарыш айлағына апарды, яғни алып кетті дейді. Бұл жерде оқушылар оларды деген сөзді таңдаймыз. Бұл жерде them, яғни they емес, they деген бізде олар. Оларды деп айтып тұр, яғни them болады. Келесі төртінші бізде we немесе us want to be astronauts one day дейді. Бұл жерде оқушылар we дегенді таңдаймыз, яғни біз бір күнге астронавт, яғни ғарышкер болғымыз келеді деген. Us деген ол бізде бізге деген сөз, яғни ол сөз таңдамаймыз. Келесі жаттығу оқушылар бізде exercise number 3 complete толықтырып, яғни сөйлемді жазуымыз қажет. Мысалға біріншісінде бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай өткен шақ формасына қойып жазуымыз қажет, past simple. Біріншісінде we visit grandma last Friday. Бұл жерде visit деп жақшада тұрған сөзді өткен шаққа қоюымыз қажет, яғни visited болады. We visited grandma last Friday деп жазамыз. Екінші сөйлемде they didn't eat breakfast yesterday. Яғни бұл жерде болымсыз сөйлем болған. Did көмекші етістігі келеді, яғни did not eat breakfast yesterday болады. Үшінші, I have a bath last night. Бұл жерде have-ді had-ға айналдырамыз, яғни өткен шақ формасына had. I had a bath last night болады. Төртінші сөйлем бізде сұраулы сөйлем болғандықтан did көмекші етістігі алдына шығып кетеді. Яғни did they swim yesterday? Олар кеше жүзді ме деп сұрап тұр. Бесінші play етістігіне біз ed-ді жалғаймыз. Яғни she played football in the park last Sunday деп жазамыз. Алтыншы we gave him the cake an hour ago деп жазамыз. Яғни give етістігі gave деп өзгеріп кетеді. Яғни бұрыс етістік gave болады өткен шақта. Соңғы бізде төртінші жаттығу оқушылар read and answer, оқы және жауап бер. Көріп тұрғандарыңыздай бірінші оқушылар бізде мәтін берілген. Сол мәтінді оқып аударайық. My birthday is on 5th August. On my last birthday I had a big party дейді. Менің туған күнім 5-ші тамыз дейді. Өткен туған күнімде менде үлкен, яғни вечеринка, яғни кеш болды деп тұр. My friends arrived at 6 o'clock. Менің достарым сағат 6-да келді дейді. They gave me lots of presents and cards. Олар маған көптеген сыйлықтар және құттықтау карталарын, яғни открыткаларды берді дейді. We ate pizza and burgers and drank orange juice дейді. Біз пицца және бургер жедік және orange juice деген бізде апельсин шырынын іштік дейді.
Then I blew out the candles on my cake and they all sang happy birthday to me. It was a great birthday дейді. Кейін мен шамдарды өшірдім дейді, яғни торттың бетіндегі, және де happy birthday, яғни туған күн өлеңін олар маған шырқады, айтып берді дейді. Бұл керемет туған күн болды дейді. Бай Нұрлыбек дейді, яғни Нұрлыбектің жазғаны өзінің туған күні жайлы. Және де осы мәтінге байланысты бізде астында сұрақтар берілген оқушылар. Мысалға, нөлде былай деп тұр. When is Нұрлыбек's birthday? Нұрлыбектің туған күні қашан деп сұрақ қойып тұр. Былай жауап берген. On the 5th of August деген, яғни 15 тамызда деген. Енді бірінші сұраққа қарайық. When did his friends arrive? Оның достары қашан келді дейді. Яғни оның достары сағат нешеде келді? His friends arrived at 6 o'clock. Оның достары сағат 6-да келді, иә? Келесі екінші сұрақ. What did they give him? Олар оған, яғни Нұрлыбекке не берді дейді. They gave him lots of presents and cards деп жазамыз. Үшінші сұрақ. What did they eat? Олар не жеді? They ate pizza and burgers and drank orange juice деп жауап берсеңіз болады. Төртінші сұрақ. Which song did they sing to Нұрлыбек? Нұрлыбекке олар қандай өлең айтты дейді. They all sung happy birthday to Нұрлыбек деп жазамыз. Яғни happy birthday деген, яғни туған күнімен деген әнді олар шырқап берді Нұрлыбекке. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге жаттығулар түсінікті болды деп ойлаймын. Егер пайдалы болған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. So, see you next lesson. Goodbye, students.